Ақ үйге жауласқан қос елдің басшылары елдеспекке келгендегі сәттен сар шертіп жіберейін. Нысанның сырты қоршалды, туристер жоқ, әлде бір тәртіптің бейнесі бар. Бірде әскерлер 50 түрлі штаттың байрағын көтеріп қаз-қатар тізіле бастады. Бұнысы қонақ күтіп отырған елдің бірлігінің нышаны. Содан қаумалап журналистер де жинала қалды. Камерасы бар, қанаты жоқ операторлар баспалдақпен жоғары жақтан түсіруге қамданды. Күн ыстық, төпли жылтыр, дайындық керемет, тіпті инеліктердің өзі шыбын жерге қалдырмай тазалап жүр. Бірде көзілдік таққан тәтей қауіпсіздікке кепілдік болып, кесе көлінен өтті де, артынан Армения премьер-министрдің кортежі келді. Дональд Трамп сәл көңілсіздеу болды ма, жымимады. Тіпті соңында тілшілерге қолын бір сілтей салды. Алайда Әзербайжан президенті келгенде бір шай ішіп шықты мекен, жүзі жайнап сала берді. Оларды ішке кіргіздік те, журналистер де кіретін есікті де тесікті де іздеп асықты. Қос елге еш қатысым жоқ екені азиялық бет-бейнемнен көрініп тұрғасын, осы елдемін деп алдап, дуал кеңсеге кіріп кете алмадым. Онсыз да орын шектеулі болған соң онлайн тамашаладық. Ол басталып болмай күттіріп, Ақ үйдің суын ішкізіп, тіске басар бірдеме іздей кеттік. Түскі астың уақыты баяғыда өтіп кеткен. Мәртебелі меймандар үшін ерте келетін тілшілерге Ақ үйдің ішінде мындай бір бұрыш бар. Шай, пай, кофе, сосын қытырлақтар да осында. Біраздан соң мемлекет басшылары ел алдына шығып, Армения мен Әзербайжан талай жылдық текетіреске нүкте қойып, олардың қол алысын Трамп қос қолдап желімдеп, ана жерде көгер ретінде риза болып, қысып жіберді. Мәз болатын жөні бар, Әзербайжанның қазмұнай газы Сокар ақш-тың ExxonMobilмен келісімге келді. Израиль ерекше қолдайтын Баку ақш үшін жыл көрінетіні тағы бар. Арменияда қарап қалмады. Өз территориясына өтіп, Әзербайжанды Нахчыванмен жалғайтын транспорттық дәлізге Трамптың атын беретін болды. Оның жүзеге асуына ақш-та атсалыспақ. Дөнекең «Оны дегеніңіз» деп ұялғандай кейіп танытты. Ол ма? Қос саясаткер ақш президенті ғажайыпқа қол жеткізді деп бейбітшілік жөніндегі Нобель сыйлығына ұсынамыз деп уағдаласты. Тамаша енді. Соңында Ақ үйдің диджейі Луис Армстронгтың What a Wonderful World деген әнін қойып, достық рәуіште қонақтарды шығарып салды.